Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода күзде біз көктем айларында біздер гүлдерімізді далаға шығарамыз, далаға шығарып, жаңағы көлеңкелеу жерге, не болмаса бір ықтау жерге қойып, есіктің алдына далада бағамыз. Сөйтіп оны күзге қарай кіргіземіз. Жаздай далада тұрған гүлге түрлі зиянкестер шабуылдайды, кәдімгі даланың өсімдіктері сияқты топыраққа да, гүлдің жапырағына, басқа да гүліне түрлі зиянкестер келеді. Себебі ол ашық далада тұрғандықтан оған сондай нәрселер жабысуы мүмкін. Негізі жабыспағаны жақсы, бірақ жабысады, ол обязательно жабысады. Сол үшін бұл қалай қысқа қарай біздің гүлдер далада тұруға шыдамайды, суыққа үсіп кетеді. Сол себептен біз күзге қарай күн салқындаған кезде үйге кіргіземіз. Көп көрермендерім жазып жатыр, жаздай далада жақсы өсіп тұрған еді, енді үйге кіргізіп едім, осылай ауырып жатыр деп. Ол неден ауырады, кіргізгенде қандай амалдар жасау керек, барлығын осы видеода айтамын. Каналға тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген пайдалы видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Бірінші кезекте көктем айларында гүлді далаға қалай шығару керек? Себебі бірден гүлді далаға шығарып қоя салсаңыз, ол да стресске түсіп, кейбір гүлдер стресске түсіп өліп қалуы мүмкін. Ал егер жақсы стресске түспейтін, сондай түрлі нәрселерге, жағдайларға өте төзімді гүл болса, ол ештеңе қылмайды. Ол кішкене біраз уақыт жапырақ шығармай тұруы мүмкін, бірақ кейін үйреніскеннен кейін далада жарық көп болғандықтан ол қарқынды өсе бастайды. Ал енді кейбір стресске төзімсіз, қатты стресс алғыш гүлдер, олар жаңағы стресс алып біраз жапырақ тастап ауырып қалуы мүмкін. Ал енді біз далаға жаңағы айтып өткенімдей, далаға гүлдерді шығарғаннан кейін бірінші күні шығарамыз, 1-2 сағатқа шығарамыз да қайтадан үйге кіргіземіз. Екінші күні одан көбірек шығарып, жаймендеп үйретеміз. Қойғанда да прям күннің қатты түсетін жеріне қоймайсыздар, кәдімгі навестің астына, не болмаса бір ықтау бұрышқа, талдың астына, көлеңкеге қоясыздар. Не болмаса жүзімнің мынандай арқа сияқты навес болып тұрған ала көлеңке жерге қоясыздар. Бұл біздің үйдегі гүлдеріміз ашық күннің астында өсе алмайды. Ашық күннің астына қойған кезде жапырақтары күйеді, гүлдері гүл ашқан сайын өзінен өзі күйіп түсіп қалады. Көбінше мен естігенім, көрермендерім жаңағы герань гүлді далаға шығарады, басқа да көптеген гүлдер далаға шығарады. Китайский роза да далаға шығаруға болады. Егер домда тұратын болсаңыздар, балконға шығарса, балконның терезесі жазда ашық тұрады, одан да сол гүлге түрлі зиянкестер келеді. Сол балконға да жаңағыда 2 сағат, 3 сағат, 2 сағат, 3 сағат шығарып үйретіп, одан кейін сол балконға жазы бойы қалдыруға болады. Бір апта сондай бір адаптациядан өткізіп алу керек бірінші гүлді. Жаздың күндері гүлдер далада сондай таза ауада тұрғаннан кейін бұларға көп зиянкестер жабысады. Жаңа айтып өттім оны. Сол кезде біз оларға жабысын, жабыспасын түрлі алдын ала, сол зиянкестерді алдын алатын түрлі препараттар пайдаланып отыруымыз керек. Мысалы, топыраққа кішкене корица араластырып қойыңыз, или болмаса арасында топыраққа жаңағы чесноктың суын шашып отырыңыз, құйып отырыңыз, жапырақтарына шашып отырыңыз. Үйдегі қарапайым әдісті айтып жатырмын мен, ал негізінде өзінің сол зиянкестерді алдын алатын препараттар өте көп. Қазір кәдімгі спрей түрінде шашылады. Сол спрейді ол бір жағы гүлге, жапырағына жылтырлық әсер береді, және жаңағы түрлі зиянкестерді қашыратын ішінде препараттар бар. Сондай препараттар пайдалансаңыздар болады. Егерде жаңағыны араластырып, қозғап, оны жаңағы іздеп отырмаймын десеңіздер. Кәдімгі гүл сататын магазиндерде сатылады. Аласыз, әкелесіз, шайқап жібересіз, бүкіл гүлге спрей, кәдімгі дихлофос сияқты ыдыста тұрады, шашып шыға саласыз. Негізі жаздай сондай процедураны айына 1 рет хотя бы істеп тұру керек.
негізі 2 аптада бір рет істеп тұрсаңыз жақсы болады. Сіздің гүліңіз жаздай ешқандай зиянкес жақындамайды және жаңағы өсу процесі жақсы болады. Ол зиянкес түскеннен кейін гүлдің өсу процесі нашарлайды. Ол топыраққа тіршілікті бастайды, топыраққа тұқым басады, топырақта тіршілік жасайды. Сол үшін біз күзге қарай гүлді үйге кіргізген кезде ол үйдегі гүлдерге де жұғады. Үйдегі гүлге жұққанымен тұрмай, ол сол гүлдің өзін өлтіріп тынады. Ал енді күзге қарай гүлді үйге кіргізгенде қандай амалдар жасаймыз? Күзге қарай үйге гүлді кіргізердің алдында түрлі препараттар бар. Осы зиянкестерге қарсы соменен жақсылап шомылдырасыздар. Бір ғана рет емес, әр апта сайын қайта-қайта шомылдырып тұрсаңыз да болады. Тіпті 10 күн сайын қайталап шомылдырып, бүкіл зиянкесі жоқ, міне от-идо тексергеннен кейін ғана үйге кіргізуге болады. Ал енді сол кіргізбес бұрын топырақты да жақсылап тексеріп алу керек. Не болмаса жақсылап жаңа топыраққа пересадка жасап алып, содан кейін жаңағы бірінші жапырақтағы зиянкестерді қуып аласыз, одан кейін барып топырақты тазалайсыз. Егер де сіздің гүліңіз өте бойы ұзын, үлкен болатын болса, ең болмаса беткі жағындағы топырақты кішкене қопсытып алып, соны төгіп алып тастап, оның орнына жаңа құнарлы жаңа топырақ төсеп, бүкіл жаңағы жапырақтарын, сабақтарын, барлық жерін түрлі заттармен обработка жасап, бар Актара, Алат, басқа да осы гүлдерді обработка жасайтын химиялық препараттар бар. Не болмаса кәдімгі кір сабынның көбігімен де обработка жасап отырсаңыз болады. Әр 10 күн сайын, не болмаса бір апта сайын. Әртүрлі зиянкес әртүрлі әсер етеді. Негізі бір рет обработка жасаған кезде, келесі апта қайтадан сол дәрімен обработка жасасаңыз, сіздің зиянкесіңіз сол дәріге иммунитет қалыптастырады. Сөйтеді, келесі сіз обработка жасаған кезде ол беймарал сол гүлде тіршілік жасап жүре береді. Сол үшін гүлдерге емдейтін, жаңағы зиянкестен емдейтін препарат алатын болсаңыз, тек қана бір түрін ғана алмаңыз, 2, не болмаса 3 түрін алыңыз. Осы апта бір түрімен жасасаңыз, келесі апта фитосфоринмен жасайсыз, одан кейін 1С деген ба, 1 сондай бір тағы да препараттар бар, есімде тілім ұшында тұр. Сол препараттарменен де түрлі әр аптада бөлек-бөлек жасасаңыз болады. Жасап болғаннан кейін келесі аптасында тағы да қайталайсыз осы процесті. Сол кезде сіздің гүліңіз даладан ешқандай зиянкес әкелмейді, жаңағы өсуі де жақсы болады. Негізі каналда осы зиянкестермен қалай күресу керек видеолар бар менде. Қандай препаратпен обработка жасау керек, үй жағдайында да қандай препараттармен обработка жасаса болады, видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Кеше менің бір көрерменім жазыпты, жаңағы далада жақсы өсіп тұрған еді, үйге келгеннен кейін жапырақтары бүрісіп, жаңағы түсіп жатыр деп. Жапырағы бүрісіп, астына қарай оралған деген сөз, олда зиянкес бар. Негізі паутинный клеш көзге көрінбейді. Басқалары енді қанаттары ақ болып ұшып жүрсе, қара шыбын, ақ шыбын болып ұшып жүрсе, паутинный клеш ол кәдімгі өрмекшінің ұясы сияқты болып, тіпті өзі көзге көрінбейді. Жақсылап анықтап қарамасаңыз, кене құсап кәдімгі жапырақтың астында жүреді. Бұндай зиянкестерді бір обработка жасағаннан кетіре алмайсыз. Сіз оны жаңа мен айтып отырғандай, әр 7 күн сайын, не болмаса әр 10 күн сайын 2 түрлі, 3 түрлі препаратпен обработка жасап отырасыз. Ваннаға барып жақсылап жуып, шомылдырып отырасыз. Содан кейін ғана ол кетуі мүмкін. Оны сіз қанша уақыт істейсіз, оны мен білмеймін, бірақ сол зиянкес кетті деген кезде тоқтатуға болады. Соның өзінде үйдегі барлық гүлдерге сол препаратты шашып, зиянкес жұқпауының алдын алып отырсаңыз болады. Бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер.